жаңағы түнгі клубтарды жағалап жүрген жастарымыз бар. Мына ерсі, мына ұятты киімдерді киіп жүрген қыздарымыз бар. Жалпы олардың тәрбиесіне кім жауапты жалпы? Енді бұған ең бірінші ата-ана жауапты. Балалар солай жүрген болса, оларға қарамағандық үшін, дұрыс тәрбие бермегендік үшін, я болмаса киіп жүрген киімдеріне мына киімің не деп, олардан есеп алмағандық үшін ата-ана кінәлі. Ең бірінші. Екіншіден, өзінің қоршаған ортасы. Достары, жанындағы жүрген кісілер, некен бұл нәрсені мынау дұрыстыққа апармайтындығын бірін-біріне өсиет етіп айтпағандық үшін, жақсылыққа бірін-бірі тартпағандық үшін. Енді біз көреміз, кім нені қаласа, ол сол бағытта кетеді негізінде. Оны жанындағы достары оған айтуы деген нәрсе, тіпті оны қоздырмаса, оны жақсылыққа бұрмайды. Жастар тіпті олар. Соны үшін ең негізгі жауапты адамдар, негізгі қадағалау керек болғандар, ол ата-ана деп мен осыған айтар едім. Енді балалар ақыл ес кіріп, толыққаннан кейін, енді ата-ананың да қарауынан шығады ғой жеке өз. Енді ата-анадан кейінгісі өзінің жауапкершілігінде. Бір нәрсеге ұрынған болса, ол адамның өзі кінәлі негізі. Біз енді жанында достарына да қараймыз бұл нәрседе. Өйткені кімдермен араласып жүрсе, олар сол секілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әл-мар'у аля дини халилих дейді, адам досының дінінде болады деп айтқан. Достар кім болса, ол сондай. Бір тақуа кісімен алқаш адам дос болып жүрген деген ол мүмкін емес ол. Тақуамен алқашпен дос болады өзі. Әркім өзінің досын тауып алатындығы. Біз осы нәрселерге жете мән беруіміз керек. Және ол өсе келе адам енді буыны қатқаннан кейін, ақыл ес толыққаннан кейін, ол кез келген жауапкершілік өзінің мойнында болады. Ата-ананың да жауапкершілігінен шығады. Өйткені жас кезінде үйретілетін нәрсе үйретіледі, үйретілмесе қалды. Енді қалғанның баршасы өзінің мойнында. Өйткені Құранның өзі «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Сендердің бастарыңа бір қиыншылық келген болса, өз қолдарымен істеген істеріңнен дейді. Өз қолдарымен істеген істеріңнен. Соның үшін адам біреуді кінәлай алмайды, енді ол өзінің мойнында болып есептеліп кетеді. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қазақтың қыздарының шетелге тұрмысқа шығуына қалай қарайсыз? Шетел азаматтарына. Иә. Бұл енді мына қазақта бізде қыз бен қойдың жүрмейтін жер жоқ дейді ғой, кез келген жаққа кетуі мүмкін. Енді бұл жерде былай қарап отырсақ, кішкене саяси мәселе де бар секілді астарында былай. Өйткені шетелмен қатынас деген мәселе бар. Бұл жерде заң жүріп кетеді ортада. Мен өз ойым, жеке пікірім, бұл қыздарды шетелге бермеу керек бірінші. Қыз шетелдің жігіттеріне, өйткені ол жақта ол барып бақытты болып кетеді деп мен айта алмаймын. Егер жоқ, мен шетелге тұрмысқа шығам деп қоймаған жағдайда қызды беру керек те азаматтықтан шығарып тастай салу керек деп есептеймін. Болды. Сонда ол өз бетімен болады. Ал біздегілер қазір мынау мысық тілеу адамдар, кейбіреулер біздің қыздарға үйлену арқылы біздің елге азаматтық алып жатқандар бар. Кіріп алып, осы жерде қалғысы келіп жүргендер, қаншама адамдар бар, елі жоқ, жері жоқ жүргендер, сол осы жерге келіп азаматтық алып алғысы келіп жүргендер, өңкей қара нәсілдер, қытайлар деген сияқты түрлі адамдар кіріп жатқандығы мәлім болып жатыр. Соның үшін мұндайда мен өз ойым, жеке пікірім, жаңағыда беріп қызды аласың ба, мақұл, үйлен, бердіңіз, жаңағы шығарып жіберсеңіз, болды, мәселе оңай шешіледі деп ойлаймын да. Енді бізде дініміз бойынша қызды беретін болсақ, шетел азаматтары болсын, оларға мұсылман болса беруге болады, рұқсат етіледі дін бойынша. Ал енді кәпір адам болса, мұсылман емес, оларға бере алмаймыз. Өйткені мұсылман қызды бір мұсылман емес бір кәпірдің азаматына беріп жіберу деген нәрсе, ол шариғат құптамайтын іс. Одан гөрі құл да болса, өзіңнің жаңағы мұсылманыңа бергенің сол жақсы деп айтқан. Ана қызды қорғалмайтын. Өйткені ертең ол барып қызды қандай халге түсіреді, ол белгісіз. Одан кейін оған ол арақ құйғызып, жаңа арсыз істерде, өзі арсыз болғаннан кейін сондай істерде бірге жанында жүруін талап етуі әбден мүмкін ол. Соның үшін мұндай нәрседе дініміз болған рұқсат бермейтіндігі.